Педиатриялық урология бұл медицинадағы хирургиялық мамандық. Ол нәрестелердің балалар урологиясындағы жағдайлардың көпшілігі туа біткен ақаулар, яғни бұл балалар дүниеге келгенде болатын немесе туған кейін байқалатын, болмаса балықшан. Біз несеп шығару және жыныс жүйесіне қатысты әртүрлі жағдайларды қамтимыз. Мысал ретінде ең жиі кездесетін туа біткен ақаулардың бірі КІЧ обструкциясы, яғни бүйректе бітелу пайда болады. Бүйректегі бітелуді дер кезінде емдеу қажет, себебі бұл бүйрек қызметінің бұзылуы мен бүйректен айырылудың алдын ала. Балалардағы екінші ем жиі кездесетін ақау жыныс жүйесіне қатысты туа біткен ақау. Ол гипоспадия деп аталады. Гипоспадия кезінде зәр шығару тесігі қалыпты емес жерде орналасады және жыныс мүшесі иілген болады. Бұл гипоспадияны ақаудың ауырлығына байланысты бір немесе екі кезеңді ота арқылы түзетуге болады. Біз жиі кездесетін тағы бір мәселе қайталанатын несеп жолдарының инфекциясы. Мұнда бактериялар қуыққа жетіп белгілер тудырады. Кейде бұл бактериялық инфекция зәрдің кері ағымы болған жағдайда, яғни везикоуретералды рефлюкс кезінде бүйрекке дейін көтерілуі мүмкін. Бұл везикоуретералды рефлюкс мұқият бақылауды және араласудың дұрыс уақытын талап етеді. Бүйрек паренхимасының жоғалуын және бүйректің тұрақты тыртықтануын болдырмау үшін. Балаларда біз жиі кездесетін басқа да мәселелерге қуықтың дисфункциясы, бүйрек пен жыныс жүйесіне қатысты қатерлі ісіктер, сондай-ақ несеп жолдарындағы тастар жатады. Педиатриялық урологтың рөлі тек ота жасаумен шектелмейді. Бала өскен сайын біздің бала және оның отбасымен байланысымызда нығая түседі, және біз баланың ересек өмірге қадам басқан кезінде бүйрек пен қуықтың саулығын қамтамасыз етеміз.